Кеш жарық, құрметті оқырмандар, қалайсыздар, қал-жағдайларыңыз қалай? Так, бүгінгі тікелей эфиріміз энерготазартудың адамға қандай беретін пайдасы бар және адамның өмірі қалай өзгереді, қандай нәтижелерге жетуге болады. Қазір бүгін эфирге энерготазартудан кейін өмірі түбегейлі өзгерген, қарым-қатынасы, жұмысы, отбасымен қарым-қатынасы, баласымен қарым-қатынасы, әріптестермен, өзімен қарым-қатынасы, жаратушымен қарым-қатынасы, барлығы реттелген энерготазартудан қатысушымен бүгін тікелей эфирге шығамыз. Қазір ол кісі қосылсын, сол кісіні қосамын, істермен, нәтижесімен бөлісетін болады. Жалпы көп адамдар энерготазарту туралы көп әлі де түсінбей жатыр. Өйткені ол қалыпты жағдай. Өйткені адамның миы осы уақытқа дейін, осы күнге дейін күнделікті материалдық көзге көрінетін дүниелермен айналысуды ғана біледі. Ал ішкі жан әлемде басқа нәзік кеңістік бар. Адамның ішкі жан әлемде, денесінің ішінде энергия бар. Ол энергия адамның бойында тіршілік етеді. Бұл энерготазартуда адам сол ішкі кеңістігімен жұмыс жасауға жол ашады. Сол ішкі кеңістікті реттеп, ішіндегі барлық болып жатқан ауырлықтарды, барлық болып жатқан негативті историяларды, жазбаларды, негативті оқиғаларды, сәтсіздіктерді барлығын сүру керек. Одан кейін барып оны өшіру керек, тазарту керек. Сол тазармайынша сіздің сыртқы өміріңізде ешқандай жайлы, үйлесімді, сәтті өмір болмайды. Оны мен өзімнің өмірімнен де білем. Менің өмірімде, сыртқы өмірімдегі хаосты мен айта алмаймын. Алдыңғы эфирлерде тыңдасаңыз болады. Мен бұл салаға жайдан жай арнайы бір курс оқып алып, арнайы келген жоқпын. Бұл салаға мен өзімнің ішкі блоктарымды шешу үшін іздендім, білім алдым, оқыдым, күндіз түні өзімен жұмыс жасадым. Мен жан-жағыма қараған жоқпын. Барлығын жинастырып тастадым. Мен подружка, той-томалақ, қыдыру, тағы да басқа өміріме қажет етпейтін, менің дамуыма кедергі жасайтын нәрселердің барлығынан бас тарттым. Сөйтіп, өзімді дамытуға шешім қабылдадым. Өзімнің өміріме жауапкершілікті алдым. Адам өзінің өміріне жауапкершілік алмайынша, өмірдегі болып жатқан ситуацияның барлығын өзінікі екенін, өзінің сол нәрсенің барлығын адам өзі жауапты екенін мойындамайынша, ол мойындау деген ауызбен айтып мойындау емес. Ол ішкі жан әлемде болады. Жан дүниеде болады ол. Біз көп информация көп қой қазір. Қабылдай сал, босата сал, жібере сал, сөзбен айтқанға оңай, бірақ қабылдай салу, босата салу, кешіре салу, оның барлығы адамның ішкі жан әлемде сезіну арқылы орын алу керек. Сезіну арқылы адам кешіру керек, сезіну арқылы адам түсіну керек. Содан сол кезде ғана адамның энергиясы, блокталып тұрған энергияның орнына таза энергия келеді да, жаңа энергия. Жаңа энергия келгеннен кейін адамда жаңа өзгерістер пайда болады. Оның барлығы бірте-бірте пайда болады. Көп адамдар энерготазарту келгенде бір чудо іздейді. Адамдар жалпы өмірден чудо іздеп жүр. Иллюзиялық өмірде жүр. Бір нәрсені білсем, бір нәрсені оқысам, бір нәрсені жасасам, болды, менің өмірімде чудо болады дейді. Чудо қай кезде болады? Чудо адамның сана деңгейі жоғарылағанда, слойлары, әр слойды тазартқан кезде. Қазір сіздің өміріңіз төменгі вибрацияда болса, сіз сол слойдағы энергияларды тазартуыңыз керек. Сананы
саналы түрде өмір сүру керексіз. Содан кейін барып сізге келесі сананың ақпараттары ашылады. Яғни сананың келесі деңгейінде өмір сүресіз. Бұрынғыға қарағанда өмірді түсініп сүресіз. Бұрынғы қарағанда көзқарасыңыз өзгереді. Бұрынғы қарағанда өзіңізді таңдай аласыз. Сондай өмірде солай кете береді. Сана жоғарылаған сайын, сана кеңейген сайын сіз кәдімгідей жаратушымен тікелей байланысқа шыққандай боласыз да. Сіздің айтқан сөзіңіз де, айтқан ойыңыз да, ниетіңіз де бәрі әп-сәтте орындалатын болады. Ол чудо, сол ғажап. Ондай нәрсеге жету үшін адам не істеу керек? Даму керек. Өзін әрқашан тәрбиелеу керек. Ең алдымен адам өзінің миын тәрбиелеу керек. Өйткені бүкіл біздің осы күнге дейінгі бала күнімізден туылып дүниеге келгеннен, тіпті туылмай жатқанда да анаңыздың құрсағында болған кездегі бүкіл запистің барлығы біздің денемізде сақталып тұр. Ол ешқайда кеткен жоқ. Енді біз не істейміз? Тазару арқылы, саналы өмір сүру арқылы біз жаңа өмірді таңдаймыз. Ең бірінші біз нені таңдаймыз? Бізге қандай өмір керек? Соны біз білуіміз керек. Өзіміздің өмірімізді саналы сүріп үйренуіміз керек. Саналы өмір деген өзіңіздің не айтып жүргеніңізді, кімнің программасын сүріп жатқаныңызды, білу керек. Қазір мен эфирге осы тазарудан кейін өмірінде нәтиже болған ханымды қосамын. Саламатсыз ба, Динара ханым? Саламатсыз, Мереке, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Өзіңіз қалайсыз? Иә, жақсы, бәрі күшті. Керемет болып тұрсыз, әдемі болып. Рахмет. Алдағы айтсам, Мереке ханым, жалпы энергия тазарту сізге қандай пайда берді? Сіз оған қалай келдіңіз? Сіздің өміріңізде қандай өзгерістер болды? Және сіз энергия тазартуға дейін қандай болдыңыз? Кейін қандай болып өзгердіңіз? Мінезіңіз, ұстанымыңыз, көзқарасыңыз, денсаулығыңыз, қарым-қатынасыңыз. Мен шатаспасам, бағана есіме түсті. Шатаспасам, сіз, по-моему, үйіңізді де тазартқансыз, иә, маған? Иә, үйімді де тазарттым. Есіме түсті, иә. Өйткені мен енді қатысушылар тазартуға жазылатындар көп қой. Сізді бағана ойлап отырмын да, эфирге шығатыныңызды білемін ғой, енді алдын ала. Сіз өзіңіз бөлісем дедіңіз, сіз өзіңіз басқа адамдарды өзгеруін қалаймын дедіңіз, өзіңіз ниетіңізді білдірдіңіз. Сондықтан бүгін біз екеуміз эфирге шығып отырмыз. Жалпы энергия тазарту жұмыс жасай ма? Оның маңыздылығы қандай? Оның құндылығы қандай? Сол туралы әдемі сіз сияқты өзін таппай жүрген, өміріндегі ситуациялардың шешімін білмей жүрген, қиналып жүрген қаншама қыз-келіншектер бар, иә. Ал кейбір қыз-келіншектерге жаратушы енді адамдар көмектеседі ғой, иә. Көмектесетін адамдар нағыз өзін көрсеткен кезде көп адамдар ол нәрседен ақша үшін бас тартады, иә. Сөйтіп қайтадан адасып кете береді. Енді жаратушы Алла тағала бізге келіп айтпайды ғой, мен Құдаймын, саған көмектесуге келдім деп, адамдар арқылы береді ғой мүмкіндікті. Енді сол мүмкіндікті сіз қалай жіберіп алмадыңыз, қалай сездіңіз туралы басынан бастап әдемілеп басқа да қатысушыларға, тыңдармандарға, оқырмандарға, жалпы қыз-келіншектерге, қазақ халқының жалпы әйел қауымына, иә, бір көмегі тиді ғой. Мен бір адамға көмектессем, ол значит басқа адамдарға да көмегі тиеді деген сөз. Сол үшін сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Мен осы энергетиканы сіздің парақшаңыздан көріп,
сразу жүрегіме не келді, сразу жүрегіме откликнулась деген, орысша айтқанда откликнулась, и сразу сізге жазылдым. Сіз маған не қылдыңыз, жаңағы уақытты белгіледіңіз, сол уақытта өтеміз дедік. Сол уақытта өттік. Содан кейін менде сразу өзгерістер басталды. Жан жағымда адамдарда қарым-қатынас өзгерістер басталды. Жолым ашыла басталды. Өзім санам оянып, уже жан жағыма уже басқаша көзбен қарайтын болдым да. Бұрын басқаша былай қара түнек болып, андай жаман ойлар келе беретін ойыма. Сондай ой. Қазір ондай емес. Жоқ, уже жақсы жағын ойлап тұрам, адамның жақсы жағын көріп тұрам да. Сондай менде ашылды. Сосын жаңа түсінік, бір ситуация болған кезде сразу түсінік келе бастайды. Бұл жайдан жай емес. Бұл осы маған жіберіліп отқан сынақ сияқты ретінде, сондай солай қабылдайтын болдым да. Бір ситуация болатын болса, бұл маған сынақ. Все, қабылдаймын, мойындаймын. Жаңағы сіздің айтқан проработкаларыңызды жасаймын, жоямын, өшіремін деп жазып параққа. Сондай ойлар болды. Иә, программалардан тазарғаннан кейін сізде уже басқаша информациялар келе бастады. Бәлкім өзіңізді түсіне бастадыңыз, иә? Яғни осы жерде, иә, қараңыз, адамның ойына беріліп тұрған жаман ойдың барлығы ол көп адамның емес, иә, айналадағы адамдардан алған, түсініп алған, соған сондай сенім нанымдарды миымыз жаттап алған, иә. Солардан шыққаннан кейін сізде не болды ма? Өзгерістер байқалды, иә? Өзгерістер болды, иә. Жұмысымда көтерілу, тесттен сразу өтіп кеттім. Санам оянып, оқуға деген ынтам ашылып, бұрын вообще оқи алмайтын, оқуға қарамайтын бет. Қазір оқимын, кәдімгідей ынтам беріліп оқимын. Сосын есіме түсті. Сіз ең бірінші маған энергетическаға келгенде, сіз жай ғана хатшымын деп айтқансыз, иә? иә, жай ғана хатшымын деген едім. Қазір жоғарылап үлкен қызметке, енді үлкен емес, енді өзіме лайық қызметке, жасыма лайық қызметке орналастым деп айтсам болады. Қазір есіме түсіп отыр. Жоғарыладым дегенде есіме түсті. Күшті. Балалармен қарым-қатынасыңыз нашар болды, иә? Балаларға ұрса берем, балаларға айқайлай берем, иә? Ол қалай шешілді? Ол да шешілді. Қазір балаларға ұрыспайтын болдым. Балалар менің айнам екенін түсіндім. Сосын мен қандай болсам, балаларым маған сондай отношение жасайтын, мен сондай түсінік келді. Күшті. Сол. Тағы да қандай өзгерістеріңіз бар? Өзіңіздің денсаулығыңыз бойынша, өзіңізді ұстауыңыз бойынша, сөйлеу манераңыз бойынша. Ең бірінші қатысуға келген кезде мен бүгін сіздің неңізді, WhatsApp-тағы перепискамызды ашып қарадым да, сіз эфирге шығамын дегеннен кейін. Жалпы ең бірінші қандай запрос болған екен? Сол кезде сіз жаңағы даусым дірілдеп шығады, қорқамын, ойымды дұрыс жеткізе алмаймын, ойым шашырайды, өзімді төмен санаймын деп, иә? Сенде сізге көбінесе ер адамдармен қарым-қатынасыңыз нашар болды, иә? Иә, менде сол әкем, кішкентай кезімде әкемнен енді жамандық көрген жоқпын, бірақ анам екеуінің арасында ұрыс көп болатын еді да, соны көп байқайтын едім да, и содан ер адамдарға шамалы басқаша қарайтын едім да. Сосын өмірімде де сол жағдай қайталанды да, и мен ер адаммен онша тіл табыса алмай, сосын мен күйеуім өмірден өтті, и жаңағыдай өмірден өткеннен кейін мен как будто мен андай ер адамсыз мен балаларымды бағамайтын сияқты бір сондай не болдым да жаңағы. Болды уже все. Маған жаңағы ер адамсыз өмір жоқ сияқты өмір болды да. Бірақ оның бәрі қазір программаны кешегіде бәрін проработка жасап, бәрі кетті, жойылды. Қазір жақсы.
бәрі иә. қатынас жақсы. Иә. Сол кезде енді осы жерде не түсіндіңіз? Шынымен де сіз ер адам іздегенсіз ба, жоқ әкеңіздің махаббатын іздегенсіз ба? Мен бұл жерде әкемнің махаббатын іздегенмін ау, және мен ойлаймын, сосын анам екеуінің арасында көп ұрысты байқағанмын да. Сонда мен ойлайтын, мен енді көбіне қыз бала болғаннан кейін анамызға жақындау болдық та. Сосын мен ойлайтын, ер адам дұрыс не алмайды деп. Кейін маған түсінік келді, ол біздің айнамыз. Біз қалай, Мгм. ер адам да біздің айнамыз екенін түсінік келді да. Өзіміз қалай болсақ, олар да бізге сондай отношение жасайды екен. Біздің айналамызда болып жатқан ситуацияларда, адамдардың бізге деген әрекеті де, қарым-қатынасы да, айтқан сөзі де, эмоциясы да бәрі біздің ішіміздегі блоктар. Біздің ішіміздегі блоктар солар арқылы сөйлеп тұрады. Адамдар арқылы. Соны енді қазір енді қоғамда айна деп айтып жүр ғой. Бірақ ол біздің ішкі әлемімізде, жан әлемімізде жасырынып жатқан жарақаттар ғой. Сол жарақаттар келесі адамның бойынан бізге көрініп тұрады да, біз сол келесі адамның бойындағы нәрсені қабылдай алмай тұрамыз, потому что ол біздің ішімізде бар. Ал сондай жарақаттарды көру үшін адам саналы өмір сүру керек, иә, саналы түрде ойлану керек. Ал бейсаналы түрдегі адам оның сізге қандай не үйретіп тұрғанын, ол адамның не үшін олай сөйлеп тұрғанын ажырата алмайды. А, иә, энергиямен жұмыс жасағаннан кейін, өз өзіңізбен жұмыс жасағаннан кейін байқап отырсыз ғой бұның барлығын. Әйтпесе бұған түсінген жоқ, иә. Иә. Мгм. Тағы да қандай өзгерістеріңіз бар? Ішкі состояниеңізде сенімділік, бұрын сенімсіз болдыңыз, қазір қандайсыз? Бұрын жылай беретінсіз, қазір қандайсыз? Бұрын ішіңізді өксіп қысып тұрады, қазір қандайсыз? Иә. Бар. Жоқ, бұрынғыдай емеспін. Бұрынғыдан вообще басқамын. Бұрын жылай беретінмін, сәл нәрсеге көңілім босап кете беретін. Қазір ондай емеспін, қазір тыныш, жүрегім тыныш. Мгм. Болып жатқан ситуацияға қабылдаймын, нормально қабылдаймын. Сосын бір сөзіңізге риза болдым, кеше WhatsApp-пен голосовой жазып жіберіпсіз ғой. Менде күшті өзгерістер болып жатыр, бірақ мен өзіме қатты сенімдім. Бұрын олай сенімді болмайтынмын. Иә, А, иә, күшті деп айттыңыз ғой голосовоймен, сол кезде қуанып отырмын. Пайдалы болғаны жақсы болған. иә. Өйткені сол кезде сіз енді қараңызшы, сізде күдік, күмән болды ма осы тазаруға келген кезде? Күдіктендіңіз бе, Жоқ, күмәндандыңыз? болған жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ. Мен сенім артып келдім, сеніммен келдім. Мгм. Сіздің Өйткені қазір ғалам өзгеріп жатыр. Ғалам өзгеріп жатыр. Жаңа нелер, энергиялар, білімдер түсіп жатыр. Мен ол білімнің бәріне ашықпын. Мен білімнің бәрін қабылдап жатырмын да. Сол үшін мен негізі басында білімге жабық болған екенмін. Кейін осыдан кейін ашыла бастадым. Уже ашылып, жаңа нейрографика сыза бастадым. Сосын қазір фэн-шуй уже оқып жатырмын. Сәл-сәл оқып. Иә, соған қызығу басталып жатыр. адам М, бір әртүрлі білім. өмір. Адам санадан әртүрлі информация алады, иә. Мысалы, Иә, нейрографикадан нейрондар туралы, нумерологиядан сандар туралы, сандардың құпиясы. Ал энергетикадан жалпы поле туралы, аура туралы, ол жақта сақталатын информация туралы, информациялар, иә. иә, иә. Ә, Қызық. Енді сіз бесаптылық тазаруға қатыстыңыз ғой, иә. Иә, қатыстым. Практикаларына қатысып отырдым. Практикаларын үзбей қатысып жүрдім. Жасап жүрдіңіз, иә. Иә. Сол кезде миыңызда қандай кедергілерді байқадыңыз? Қандай кедергілер болды? Кедергілер, ойым басқа жаққа бөлініп кете берді да, мен сразу басқа нәрсе ой келе берді. Сосын ұйқы қыса бастайды. Иә. Ұйқы, сондай кезде мен білем, маған кедергі болып жатқанын білем да. Сразу өзімді жинақтап алып, қайтып сол сіздің сөзіңізге неғып кетемін. Көрдіңіз ба? Кез келген адам дамитын кезде ми бізге тек қана күнделікті қолмен ұстайтын, көзбен көретін нәрсеге ғана үйреніп кеткен ми жаттанды. Шомылады, киімін ауыстырады, жұмысқа барып келеді, үй жинайды, бітті. Қыдырады, иә. Сосын Иә, адам тұрады, жерге барғысы келіп тұрады, бірдеңе жегісі келіп тұрады, бірдеңе алғысы келіп тұрады.
біреуді көргісі келіп тұрады, біреуден бірдеңе естігісі келіп тұрады. Ол нәрсенің барлық іштегі адамның өзіне өзі назары Мгм. жетпейді. Өзінің Иә. өзі энергиясы жетпейді деген сөз. Фокусы басқа жақта, біреуден махаббат іздеп тұрады, біреуден внимание іздеп тұрады. Бір бірдеңке бір сатып алса бір көңілі көншитін сияқты, бірдеңе сатып алса бақытты болатын сияқты болып тұрады. Мәселе барлығы ода емес. Ішкі тірек, ішкі Мгм. тыныштық адам өз өзімен бақытты болуы. Ол үшін адам не істеу керек? Өзін зерттеу керек, сіз сияқты. Мгм. Иә. А, өз өзімен болады. Қазір сізде сондай тәуелділік бар ма? Ер адамдарға тәуелділік сізде болып еді ғой. Ер адамсыз өмір сүре алмаймын, ол кетіп қалса не істеймін? Ер адам енді менде болмайды деген сондай не болып еді ғой Сондай сізде. болды, иә, менде болмайды деген болды. Қазір ондай жоқ менде. Мгм. Қазір сізде ер адам болмаса да өзіңіз бақытты сезіне аласыз ба? Иә, иә, ер адамсыз да өзім бақытты сезіне аламын. Иә. Мен үшін болған сізден бөлек сонда айтады, Құдай-ау өзім де өз өзімен де бақытты болады екен ғой, ер адам болмаса да өзімен көретін нәрселерім көп екен ғой деп. Неге Иә, сонша неге сонша ер адам тәуелді боламын? иә. Анық көрініс адамның миында, адамда сана жабық тұр ғой. Адам сөйлетіп тұратын программа сөйлетеді. Әр адам өзінің программасында сөйлейді негізі. А, Мгм. Қандай программада өсті бала кезінде, нені көрді ата-анасынан, сол программада өмірге де солай көзқараспен қарайды, адамдарға да сондай көзқараспен қарайды. Және сосын өмірінде болып жатқан ситуациялардан ми қандай шешімдер қабылдады, иә, мысалы бір нәрсе, біреулер мысалы кез келген бір адаммен болған бір ауыр жағдай болды дейік, иә, ми соны көріп естіп, ми уже адамға басқа установка береді. Сенде одан да масқара болады, сенде одан да қиын болады. Сен абайлап жүрген сияқты адамды уже сол нәрсені адам үшін қауіпті қылып адамды программалап тастайды. Ал сол кезде адамның бейсаналы жасалған ой ғой, ол бейсаналы түрде жасалып тұр. Бессознательно жасап тұр, иә, бейсаналы түрде. Сол бейсаналы түрде жасалған программалары уже программаланып кетті. Сол моментте адам оны тоқтатып өзімен жұмыс жасаған жоқ. Сол қорқынышы бойына жазылды, болды. Енді оны тағы да бір оқиға болған кезде ми оған тағы да шығарып беріп тұрады қорқыныш қылып. Опасно деп нәрсе. Кез келген оқиғада, кез келген. Потому что біз қазір информационный әлемде тұрамыз ғой. Ақпараттық әлемде тұрамыз. Бізде ақпарат өте көп. Сол ақпараттан біз өзімізді не істеу керекпіз? Арашалау керекпіз. Өзімізді арашалап, өзіміздің шындығымызға, өзіміздің реальностімізді құрастыру үшін бізге саналы өмір керек, саналы болу керек. Сана ояну керек. Сана оянып, өзін өзі бақылап басқару керек, иә. Сана өзін өзі, адам өзін өзін миын не істеп жатқанын и ситуацияларға анализ жасамайынша, и оның не үшін болып жатқанын түсінбейінше, иә, адамның өмірі өзгермейді. Иә. Тағы да не айтасыз? Немен бөліскіңіз келіп тұр? Қандай қыз келіншектерге қандай кеңес айтасыз? Энерготаза жалпы не ма қиын ба, иә, көп қатысушылар ойлайды, ойбай қиын. Көп қатысушылардың, мен күнде енді қаншама адамдарға консультация жасаймын, сол кезде адамдардың сөзінен байқаймын, көп адамдарда миы қарсыласып тұрады. Құдай оған жолды көрсетіп тұрады, бірақ мидың қарсылығына сеніп адам өзінің шындығына ілесуден, тазарудан бас тартып қояды. Көбінесе көп адамдар өзінің дамуын емес, ақшаны таңдап қалады. Сол кезде не айтасыз? Мен айтатын едім, ақшаны таңдамау керек. Өзіңнің дамуыңды өзіңе жұмсағаның совет беретін едім, кеңес беретін едім қыз келіншектерге. Өзіңе құйған екі еселеп Құдайдан қайтады екен. Соны білдім мен. А, Өзіңе. Иә, өзіңіздің өміріңізде сондай өзгерістер болды ғой, иә, мысалы қаражат жағынан. Қазір енді мысалы бүгін ақша болмай қалады деп қорықсаңыз, бұрын жалғыз қалып қаламын деп Ондай қорықсаңыз, қорықпаймын қазір. бар Қазір ма? қорықпаймын. Жоқ, ондай қорықпаймын қазір. Бұрын қорқатынмын. Бұрын айлықтан айлыққа жеткізе алмай сондай болатынмын. Қазір жоқ, қорықпаймын. Өзінен өзі келеді. Әйтеуір ниет етем жақсыға. Осындай нәрсе алуым керек деп келіп тұрады. Қалай да Өзің. каким-то образом келіп тұрады, иә. Мгм.
міне көрдіңіз ба, бағана мен эфирдің басында айтып кеткенмін. Чудо қай кезде болады? Чудо адамның энергиясы тазарып, Иә, вибрация жоғарылағанда болады. Яғни вибрация жоғарылаған сайын адам Құдаймен байланысады. Вибрация төмен болған сайын адам астралды тіршілік иелерімен, яғни иә, қазақша айтқанда жын шайтандармен бірге болады. Сосын миы ашып жүреді. Жоғарылаған иә, сайын Құдай жақсарады. Ал жоғарылау үшін адам программадан шығу керек бірінші. Бізде миымызда қандай программа бар? Сол негативті программалар адамның тербеліс жиілігін не етеді? Төмендетіп тұр. Мысалы, бала кезде естіген, иә, бала кезде жаңа айттыңыз, сіз өзіңіздің де басыңыздан өтті ғой, мысалы, сіз бір-бірімен ұрыс керісін, сондай жанжалдасқан көріп өстіңіз ғой. Енді сіздің тұжырымдарыңыз қандай болды? Сіздің тұжырымыңыз қандай сіз сол кезде? отражение екен, айна екен, өзіміз қасымыздағы адамымыз отражение, айна екен түсіндім. Өзіміз қалай болсақ, өзімізге қандай көзқараспен қарасақ, сол айналамызда адамдар бізге соны береді екен, соны түсіндім. Мамаңыздың жаңа басынан өткені бар ғой, соны сіз бала кезіңізде көріп өстіңіз ғой. Көріп Енді өстім, и соны қайталап жатқан сияқты болдым, иә. Соны қайталап жатқан сияқты болдым. өйткені сіздің миыңыз сол кезде нені сізге бағдарламалап берді? Ер адаммен тұрмыс құрсаң, или ол лақтырып кетеді, или ол саған сатқындық жасайды. Ер адамдарға болмайды, ер адамдар қауіпті, ер адамдар өзіңді жалғыз қалдырып кетеді, оларға сенуге болмайды деген сізге қалыптасып қалды. Сіз сонымен өмір сүріп кеттіңіз. Проработка ешкім жасалған жоқ, ол түпкі санада сақталып қалғаннан кейін сіз ондай адамды, ер адамды өміріңізге тартылыс заңы бойынша сіз тартып алдыңыз магниттілікпен. Сондықтан сіздің өміріңізде сондай қарым-қатынаспен қиындықтар болды. Бірақ оның барлығы қазір артта қалды. Жаралардың барлығы жазылды, иә. Ішкі жараны жазып, сыртқы өміріңіз нұсқалды. Иә, дұрыс. Қазір өзіңіздің ішкі әлеміңізбен сыртқы әлеміңізді сәйкестендіріп көріңізші. Сіздің ішкі әлеміңізде болып жатқан нәрсе сыртқы әлеміңізде қалай отражаться деп айтады ғой, қалай көрініс тауып жатыр? Ішкі әлеміңіз. Ішкі әлем тыныш болса, жан жағым тыныш деп ойлаймын. Менде сондай. Тыныш, өзім тыныш болсам, жан жағымда сондай тыныш. Қуанышты, өзім қуанышты жүрсем, и маған да сондай қуанышты нәрселер, жағдайлар болады. Сондай болады менде. Айтыңызшы, мысалы сіз менің терапияларым уже бұрын біраз болды ғой аяқталғанына, біраз болып кетті ғой аяқталғанына. Бірақ қазір сіз өзіңізбен сол мен үйреткен техникаларды әлі жасайсыз, иә? Иә, жасаймын. Жасаймын. Жазамын, өшіремін. Проработка жасайсыз, иә? Проработка жасаймын, иә. Енді бір әдемі нәрседен бітіреді, ұмытып қалдым. Керек емес. Так. Тағы да тазарудың пайдасы туралы не айтасыз оқырмандарға? Жаңа бір нәрседен бітіреді, есімнен шығып кетті. Мен айтатыным қыз-келіншектерге, өздеріңізден аямаңыздар, энергетика жасаңыздар, өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Сіздер өздеріңізге өздеріңіз керексіздер, балаларыңызға керексіздер. Сіздер тыныш болсаңыз, әлем тыныш деп айтатыным. Адамның ішкі жан әлемі дұрыс болса, біздің әлем тыныш болады. Адам өлімі аз, зорлық-зомбылық аз болады. Әр адам дамыған сайын саналы адамдар көбейеді, саны көбейеді. Мысалы, сіз отбасында қанша бала асырап отырсыз? 3 бала. 1 Үш бала. ұл, 2 қыз. Балаларыңызға осындай өзіңіз өткен практикалардан түсінгеніңізді, өмірдің заңдылықтарын бәрін үйретіп отыратын шығарсыз, иә? Үйретіп отырам, айтып отырам. Сәл басқа сөз айтып қалса, олай айтпа, дұрыс емес, дұрыс сөз айт деп уже өзгертіп отырам, момент өзгертіп отырам. Балаларыңызға да сол сөздерді өзгертіп үйретіп қойыңыз, мен үйреткенді. Балаларыңызға қойыңыз. Ойын басқаруды, сөзін басқаруды, эмоциясын басқаруды үйретіп қойыңыз. Сіз ғана емес, сізбен қоса тағы да 3 бала.
үш бала ол ертең үш елдің азаматы немесе үш қаланың азаматы болады, иә. Олар барған жерінде де осы ережені, осы тәртіпті ұстанатын болады. Олар барған жерінде жақсы сөйлейтін, жақсы ойлайтын, жақсы жұмыс жасайтын, өздерін сыйлайтын, құрметтейтін ортаны іздейтін болады. Уже олардың өмірінің сапасы солай жоғары деңгейде болатын болады. Ол сізге қарайды, иә. Өйткені сіздің өміріңіздің сапасы өзгеріп жатыр ғой, бұрынғыдай емес. Солай ма? Иә, Сапалы тамақ өзгеріп ішесіз, жатыр. иә, сапалы тамақ ішесіз, сапалы киінесіз, сапалы Иә, жерге барасыз, иә. иә. Мхм. Саяхатқа шықтыңыз, қыздарыңыз айтпақшы жетістікке жетті ғой сіздің, Иә, айтпақшы олар. қыздарым, иә, мен қызым Турцияға барып пианинодан жарыстан бірінші орын алды. Одан кейін Өзбекстанға барып тоже пианинодан жарыстан бірінші орын алды. Ұлым математикадан жарыстарға қатысып, олимпиадаларға қатысып, бірінші орындар алып жүр, әлі де қатысып жүр. Молодец. Сабақтары жақсы. Мхм. Бұрын Иә, сізді сабақ оқытамаймын деп айтқансыз, иә, басында. Мен иә, иә, балаларым. оқытамаймын. Иә, оқытамайтын. Қазір өздері оқиды, мен оқытпаймын. Өздері оқиды. Иә. Өздерінің ынталары бар. Мхм. Бұл Медетхан. Мен шетелге шығамын деп ойлаған жоқпын. Бірден шығып кеттік. Күшті. Шетелге шығамыз деген ой болған жоқ ол кезде. Білмеймін, ол ақша қайдан келген, әйтеуір жақсы момент келе қалды сол кезде ақша. Ақша да келе қалды, и сразу шетелге шығып кеттік. Иә. Сіз таза болғанда, сіздің жүрегіңіз таза болғанда, сіздің вибрацияңыз жоғарылағанда, ғалам сізге не керек бәрін береді. Иә, Бір қарасаңыз, мысалы, осы басқа да эксперттердің, басқа да мамандардың айтып жүрген жері барлығы осы бір нәрсе. Бірақ әр адам әртүрлі жолмен адамдарға көмектесіп жүр, иә. Біреуі психология арқылы, біреуі нумерология арқылы, біреуі тағы да бірдеңе. Ал менікі энергетическая, енді менікі бөлек қабілет, бөлек бөлек. Ол менің бүкіл жан әлемімнен, жан дүниемнен шығады. Оны мен ешкімге түсіндіріп айта алмаймын. Тағы да айтып кетейін, эфирге маған жеке WhatsApp-қа сонда қалай деп. Мен оны сізге түсіндіріп сипаттап айта алмаймын. Мен адамды көрген кезде сразу адамның бойы қай жақта тұр, не үшін олай болып тұр өмірінде, не істеу керек, барлығын жауабы менің ішімнен келіп тұрады. Оны ол үшін маған ешкім сертификат берген жоқ. Ол маған Құдайдан келген. Сол үшін мен сертификат сұрап, сертификатың бар ма деп, иә, онда керек емес. Осы жолға мені Құдай өзі алып келген. Әбден өмірдің сынақтарынан әбден сыналғанмын. Жаңағы кеше бір қатысушыларға оқырманға бір консультация жасадым. Сөйтсем бірдеңе бір болмайтын бірдеңені айтып еңіреп жылайды да, етті айтып бірдеңені айтып, сосын айттым, адам негізі білмейді ғой, көп нәрсенің қадірін білмейді. Болмайтын бір нәрсе, өтпейтін нәрсеге болады қатты өмірін өткізеді да. Өйткені біздің әрбір секундымыз, әрбір минутымыз бағалы. Ол энергия, ол білім, ол Құдайдікі. иә, Энергияға деген құрметіміз артпайынша, біздің өмірімізде бірінші біз энергиядан бастау керекпіз. Өмірді өзгертуді энергиядан бастау керекпіз. иә, Өмірді энергиядан бастамасаңыз, өміріңізде өзгеріс болмайды. Өйткені өмірде барлығы энергиядан тұрады. Адам да, зат та, тау да, тас та, бәрі энергиядан тұрады. Ал оның барлығын қарап отырсаңыз, иә, мысалы, білім, иә, білім көзге көрінбейді, бірақ ол біздің миымызда сақталады. иә, Яғни энергия, иә. иә, Қазір мен иә, айтқан сөздердің барлығы білім. Мен оны еш жерден көріп оқып айтып жатқан жоқпын. Ол маған қайдан келіп жатыр? Ол менің жүрегімнен шығып жатыр. Ал жүректе не бар? Жүректе Алланың өзі бар ғой. Сол үшін иә, көп қыз-келіншектерге айтамын ғой, алған білімдеріңізді құрметтеңіздер. Алған иә, білімдеріңізді давайте етіңіз, апарыңыз, до конца оқыңыз, ден қойыңыз, назар аударыңыз. Сол ақшаға төленген, оқуға төленген ақшаны өзіңізбен жұмыс жасап ақтаңыз. иә, Өйткені ақшаны сізге беріп тұр Құдай. Ол да мүмкіндік. Ал сіз егер де ақшаны сатып алып, білімге, адамның біліміне, адамның энергиясына немқұрайлы қарайтын болсаңыз, сізден ол поток жабылып қалады. Өйткені кеңістікте адамға деген, энергияға деген не болмайды,
м, сыйластық болмағанын кеңістік біледі. Ол бір сынайды, екі сынайды, үшіншісінде болды, уже болмайды. Мгм. Ал өмірде қарасаңыз, иә, құрылысшылар немесе тағы да бір күндіз түні тек қана қара жұмыс жасайтын адамдарды қарасаңыз, иә, оларға осылай алуға уақыт жоқ мүлдем. Шынымен де оларда уақыт жоқ. Сол үшін уақыты бар адамдардың өзі уақыт жоқ деп айтады. Мен айтамын, уақыт жоқ деп айтуға болмайды. Уақыт бар. Сіз қазір дамуға уақыт жоқ, оқуға уақыт жоқ, өсуге уақыт жоқ деп жүрсеңіз, сізді келесі өмірлеріңізде Құдай шынымен де уақыты жоқ өмір береді сізге. Дамуға уақыт болмайтын, тек қана күйбің тіршілікпен салпақтап жүріп өмір сүретін өмірді береді. Сол үшін бағалау керек қой нәрсенің барлығын. Просто адамдар жан жағына қарамайды. Мен мысалы қарап жүремін. Бұл адамдар қашан дамиды сонда деп ойлаймын мен мысалы. Мынау тура үйімнің жүріп жатыр, үй соғып жатыр. Қараймын. Бұл адамдар күндіз түні үй соғады, сонда бұлар рухани дамымай ма деймін, иә? Сол кезде маған келген ой, түсіндіңіз ба? Менің өзімнің ішкі жүрегімнен келіп тұр ол жауап. Значит, мен карма заңдылығын білемін ғой. Кармада солай, сен ненің қадірін білмейсің, сені содан алады, тура содан сынайды сені. Сол үшін бұл ешнәрсе ойыншық емес. Адамның өмірі де, адамның жолы да жүріп өткен, адамның жұмысы да жасап жатқан ойыншық емес. Ешкімді мазақ қылуға болмайды, кемсітуге болмайды. Маған мысалы жасы үлкен, кәдімгідей 60-қа таяп қалған, 50-ден асып кеткен адамдар жазады ғой, әйел адамдар. Кәдімгідей сезіп тұрамын мен адамның ниетін. Мен адам WhatsApp'та сообщение жазғаннан бастап мен адамның ниетін сеземін. Ол қандай адам, маған не екенін жазып тұрғанын білемін. Сол кезде мен ішім ашиды да, сынап жазып тұрады ғой, критикамен жазып тұрады, сынап жазып тұрады. Ешкімді сынай алмайды бұл өмірде. Әр адамның өзінің жолы бар, әр адамның өзінің құдайы бар ішінде. Сол үшін абайлау керек, вообще абайлау керек. Біреуді даже ойша ниеттен ренжітуге болмайды. Солай, жалпы сәлеметсіз бе? Жалпы тазарудың адамға беретін пайдасы өте көп. Оған міне Меруерт ханымның көзі жетіп отыр. Балалар қаншама жетістікке жетті. Ойламаған жерде тазарудан кейін қызы 2 рет бардыңыз, иә? Турцияға 2 рет 2 бардыңыз. рет бардық. Турцияға адам жарысқа қатысып, қызы жүлделі орынға ие болды. Өзі қаншама жетістіктерге жетіп жатыр. Бұрын жай ғана хатшы еді, қазір лауазымы көтеріліп, тесттен оңай өтіп кетті. Тестке дайындала алмаймын, тест жаттай алмаймын, Динара ханым, не істеймін деп жазғаныңызды есімде бар. Сол берген советтерімнің барлығын орындаған бұл кісі. Көрдіңіз бе, қандай өте қуаныштымын. Балаларыңыздың сол кезде мен сізге проработка жасағанда, қазір мен сіз туралы информация маған енді келіп жатыр. Өйткені көп адамдар көп қой менде, ұмытып қаламын ғой. Есімде сіз балалардың жауапкершілігін ала алмай қиналғансыз ғой. Балаларды мен ер адамсыз өсіре алмаймын деп ойладым да, сондай не болды. Қазір спокойно, жақсы бәрі. Сол кезде мен айтқанмын сізге, қалай қабылдау керек балаларды, жауапкершілік олар үшін қалай алу керек. Біз өмірге жауаптымыз. Барлығына біздің өмірімізде не болып жатыр? Жақсы болып жатыр ма, жаман болып жатыр ма, бала болып жатыр ма? Бәріне тек қана біз өзіміз жауаптымыз. Адам өзінің өміріне жауапкершілік алған күннен бастап жоғарыдан не болады? Бірінші тексереді, шынымен де дайынсың ба деп. Бірінші тексереді. Шынымен де сен осыны алып шыға аласың ба деп тексереді. Сол кезде адам бұрынғы қалпына кетіп қала ма, жоқ әлде жоқ деп сеніммен тұрып алға қарай, оны тоже адамның өзі шешеді. Бірақ білім беріп жатқан қаншама мамандар бар, иә, мен қуанамын. Қаншама адамдар бар, қазіргі кейінгі ұрпақтар да біз сияқты әбден өмірден таяқ жеп өспейді. Қазіргі балалардың көзі ашық, сияқты емес. Өйткені оларға информация доступна. Қиналып жүрген ескі адамдар, жастар емес, қиналып жүрген ескі адамдар. Бірақ
адамның тазаруы тек қана адамның қуара басына қарай керек емес, соны түсінсе екен деймін. Иә. Тазару, өмірді өзгерту адамның қуқара басына ғана керек емес. Ол келесі бізді көрмейтін, даже бізді танымайтын ұрпақтарға да керек, беріледі. Иә. Мысалы, бүгін бір күн өмір сүріп өттіңіз, бір күніңіз бітті, иә, уже түн болды. Бір күнде сіз не жасадыңыз, қандай адамдармен қандай карма жасадыңыз, қандай адамдармен қарым қатынасыңыз қандай болды, оларға қандай сөз айттыңыз, қандай ниетте болдыңыз, қандай ойды программаладыңыз, оның барлығы біздің тегіміздің жадысында сақталады да, бізді мүлдем көрмейтін, бізді танымайтын арғы жеті ұрпаққа дейін беріледі. Сол үшін даму керек, тазару керек.